Баспасөз халықтың көзі, құлағы һәм тілі дейді. Журналист өмірдегі немереге жазылатын бол, бар фактіге, солай ма? А өмірде факті көп, өмірде дерек көп, нақты. Осының бәрі журналистика бола бере ма? Намазалы Омашұлы алаштанушы публицист ғалым, қазақ журналистикасының журналистика теориясының негізін қалаушы, қазақ журналистикасы кенжелеп қалған деген ұғымды жоққа шығарып, оның беделін айқындаған азамат. Қазақ радиосының тарихын 10 жылға ұзартқан ғалым, Мәскеудің 5 архивін түгесіп, докторлық диссертациясын жазуға 12 жылын арнаған. 13 монографияның, 3 оқулықтың, 300-ге тарта ғылыми мақаланың авторы. 1995 жылдан ЮНЕСКО-ның Орбиком ұйымының мүшесі, Кембридждің өмірбаян орталығынан жыл адам атағын алған. Мынау Маңғаз даланың мамыражай төсіне жайғасқан мерейлі мерк жері. Тарихтың талай сырын қойнауына бұққан осынау өлкенің оймақтай ғана Ойтал деген ауылында қазақ журналистикасының локомотиві Намазалы Омашұлы дүниеге келген. Намазалының бойында тазалық, Намазалының бойында шындық, Намазалының бойында тұрақтылық. Міне осыны табуға болады. Яғни бұл Намазалы табиғатпен гармонияда өскен азамат. Шынашақтайынан шағын ауылды шулатып, бірде суға ағып кетуге шақ қалса, енді бірде жапан түзде жалғыз адасып, тағы бірде аттан құлап жазым бола жаздаған жеткіншекті танымайтын жан жоқ еді. Бұл қатерлерден бала Намазалының аман қалуы да тегін емес. Періштесі қақты, себебі пешенесіне тағдыры өзгеше сый дайындаған еді. Айтуыр, аман есен қалдық. Соның әр қайсысы, былайша айтқан кезде, суға ағып кеткенде, мәселен, шала өліп қалған адамды атпанан қуалап жүріп, мүмкін тоғаннан ұстап алып келген ғой, сөйтіп. Жарты тәуліктен кейін барып есімді жиған. Сондай дүниелер басымнан көп өтті бала кезімде. Сонда үлкен кісілер, ай бұл тентек, бірақ ақылды тентек, түбі осыдан бірдеңе шығады деген дүниелерді айтып жатыр екен. Оның біреу құлағыма кірсе, біреу кірмей. Төлен ағам және Оразалы ағам айтуынша, біздер ауылда атқа мініп шауып, жаңағы бала ойынға кірісіп сондай жүрген кезде көбінде айтатындар, бұл кісі қолына кітап алып, шөптің төбесіне маяға шығып, сонда кітап оқып жататын дейді. Намазалының атасы бірнеше ауылды басқарған болыс болған. Бойындағы өжет өр мінезімен қайтпас қайсарлығы сол кісіден дарған. Оның қанмен сіңген осы бір қасиеті өмір жолындағы соқпақтардан сүрінбей өтіп биік белестерді бағындыруына да септігін тигізді. Сонау Мәскеу төрінде докторлық диссертациясын қорғап, азулы академиктер мен профессорларды мойындатуы да міне сол тектіліктің нәтижесі. Намазалы жастайынан өнерге бейім болатын. Домбыра, баян, гитарада шебер ойнайтын. Мектепте математика пәнін үздік оқып, жер-жердегі түрлі олимпиадалардың жүлдегері атанып жүрді. Оның алдымен агроэкономикалық факультетке түсуінің себебі де сондай еді. Жалпы мектеп қабырғасында жүргенде журналист боламын деп армандаған адам емес едім. Мен енді жаңағыдай журналист боламын деп армандамасам да, кітапты көп оқыдым. Мектептен келгеннен кейін сиырға шөп саламыз, су береміз. Сөйтіп баулаған жоңыршқаны сарайдың үстінен, қораның үстінен жұлып аламыз дағы, сол баулаған, жұлып алған жер жаңағы диван сияқты. Жеп жылы болып қалады. Қар жоқ, әдемі қар жан-жағында болады, әр жер құрғақ болады. Жазда жиналған шөптің мың түрлі иісі басында айландырып тұрады. Сол жерде оқимын жаңағы Бейімбетті кітаптарын, басқа қызығатын кітаптарды. Сөйтіп көз байланғанша ата-анамыздың шақырғанына да дыбыс қайтармай, содан бір уақыт айтыр, әбден көремей қалған кезде секіріп түсіп, сонда ұрсып жататын, қайдан келдің сен деп. Сөйтіп, сондай кітап құмар болдым, көп кітап оқыдым. Соның арқасында журналистика мамандығын кейін игеріп кеттім ғой деп ойлаймын. Қазақ ұлттық университетіндегі немере ағасы аты аңызға айналған абыз ұстаз Темірбек Қожекеев болмаса,
Бәлкім сол ауыл шаруашылығының айналасында адасып қалып қояр ме еді, кім білсін. Темкенің шаңырағында жиі бас қосатын қаламгерлердің ғибратты әңгімесімен сол кездері кинотеатрларда көрсетілген журналист фильмінен алған әсері оны журналистикаға жетелейді. Темірбек Қожыкеевтің көп іскерлігін, қабілеттілігін, талантын өзіме бір алдыма маяк сияқты қойғанда шығарым. Сол сияқты Тауман Салықбай Шаман Досып дейтін кісі болды. Сондай бір құдіреті болды. Келешекте мықты журналист болатын адамдарды жасынан танитын. Тай кезден таниды дегендей, солай танитын. Қабижан Пангерейш Құсайынов дейтін ағамыз болды, сабақ берді. Қара сөздің қаймағын қалқып алған өте шешен сөйлейтін кісі. Әбілпейіз Ыдырысов дейтін ұстазымыз болды, біздің кураторымыз болды. Ол кісінің енді жанашырлығы балаларға, ақ көңілділігі, жайдарлығы, студенттермен қатар жүріп, әзілдесіп жүріп, талай әңгімеге арқау болатын қызықты жағдайлар біздерге көп әсер етті. Сөйтіп, Қазақстанның түкпір-түкпірінен журналист болсам деген ағарманын арқалаған Асқар Егеубаев, Тұрсын Жұртбай, Жүрсін Ерман, Несіпбек Айтұлы, Жанболат Аупбаев сынды кіл жүйріктер жиналған Қазақ ұлттық университетін табалдырған аттайды. Олар жарыса жүріп шыңдалды. Әркімнің өз соқпағымен сүрлеуі айқындалып, қамшы салдырмайтын қаламгерлерге айналды. Журналистикаға алғаш келген кезде жаңағы практикаға бару керек болды, бір-екі курс бітіргеннен кейін. Сол кезде аудандық газетке барады екенсің дағы, олар жаңағы Қызылшаға жібереді, Қойлауға жібереді деген сияқты, егін басына жібереді. Сол кезде мен бұл мамандыққа бекер түскен екем деп көңілім толмай жүрді. Ал енді жыл өткен сайын бұл журналистика мамандығының керемет мамандық екеніне көзім жетіп отыр. Қазір ешқандай өкінбеймін осы салаға келгеніме. Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетіне қабылданған соңда Намазалы өзін әр қырынан таныта білетін талантты жастардың қатарынан табылды. Бірден ұйымдастырушылық қабілетімен көзге түсті. Бірде 45 баланың басын қосып құрылыс отрядын Торғай даласына бастап барса, енді бірде университет жанынан құрылған Аққу ансамблінде ән салып, гастрольдік сапарларда жүрді. Көктем керіп, көк арайлы белеңмен, құстар қайтып келіп жатыр өлеңмен. Батар күннің шоласына шомылып, жалғыз аққу өтпеді ме, төбеңнен деп гитараны безілдеткенде бар ғой. Қыз, жастар тынып қалатын. Спорттан да құралақан емес еді. Студенттер арасында өткен жарыста Намазалы сол кездегі әлем чемпионы Владимир Бакулинмен жекпе-жекке де шығады. Әлемнің чемпионы грек-рим күресінен Владимир Бакулинмен кілемде финалда күрескен жігіт қой. А финалға дейін жету екінің бірінің қолынан келмейді. Елдегі алған білімін аздық еткен жас маман Мәскеуді бағындыруға бел буады. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде жүріп, ғылымның тұңғиығына бойлайды. Қолы ақжем болып кетсе де, сірескен кітап сөрелерін ақтаруын тоқтатпай, ақырында елге кемел ғалым болып оралады. Журналистикадан жалғыз ғана себеп болды МГУ-дегі журналистика факультетінде. Сол жерден ғана өтуім керек. Соншалықты адамның бәрі қайтып, сонда барып қорғайды. Өзге тілде болғанынан қоймай, әсіресе біз сияқты қазақ бөлім бітірген адамдардың ол жерде қорғауы қияметтің қияметі болды. Біздің жазған дүниелеріміз, біздің сіңірген еңбегіміз олардікінен көп болып тұрмаса, керемет жаңағы сол талап тілекке жауап бермесе, оның қорғамақ тұрмақ олардың жаңағы талқылауынан да өте алмайсыз. Осындай қиыншылықтар болды. Бұл қиыншылықтардың бір жақсылығы болады екен. Өйткені сондай қатты, сондай терең талап тілектерден шығу үшін көп ізденуге, көп дүниені қарауға, көп еңбектенуге тура келді. Соның қызығын қазір көріп жүрміз. Намазалы Омашевтың қазақтың қасиетті қара шаңырағы Қазақ радиосына қосқан үлесі де ұшан теңіз.
Алғашында дипломдық жұмысын радиоға арнап, одан кейін жетекшісі Рамазан Сағынбековтің шақыртуымен еңбек жолын сол қасиетті шаңырақтан бастап кетеді. Радионың тарихын зерттеп, оның пәрменін арттыруға арнаған еңбектері де осы кездері жарық көреді. Ол кісі қазақ радиосының Қазақстандағы бірден бір теоретигі дейміз, теориясының негізін қалаған. Сонымен бірге тарихын дендеп, зерттеп, қазақ радиосының тарихын 10 жылға ұзартқан. Радиодан профессор Барманқұловтың шақыртуымен Қазақ ұлттық университетіне дәріс оқуға қайта келеді. Менің есімде қалған ең алғаш әскерден кейін аудиторияға келгенде аспирант осы Намазалы Омашұлы ағамыз кірді аудиторияға. Кірген кезде бәрімізге қарап сұрақ қойды. Айтыңдаршы, журналист қандай болу керек, не болу керек? Енді әркім айтып жатыр, журналист бұлай болу керек, журналист. Сонда ана кісі бәріміз сөзін тыңдап айтты. Журналист адал болу керек, журналист шыншыл болу керек, журналист әділдікті жазу керек міне. Журналистік бірінші. Міне сол маған өмір бойы бір шамшырақ болды десем, артық айтқан емес. Оқу орнында қызмет атқарған осы 30 жыл ішінде ол қарапайым оқытушылықтан проректорға дейін өрлейді. Өзіндік ізденіс, ұшқыр ойларымен, шәкірт тәрбиелеумен маман даярлаудың өзгеше тәсілдерін енгізеді. Журналистика ғылым емес, тіл білімінің бір саласы ғана деген пікірді теріске шығарып, диссертациялық кеңес ашып, 20-дан астам ғылым кандидатын, 10-нан астам ғылым докторын дайындады. Қазіргі қазақ журналистерінің дені Намазалы Омашұлының шәкірті, әсіресе алдыңғы буын журналистердің, қазір бұқаралық ақпарат құралдарының жетекшісі болып отқан журналистер ол кісінің дәрісін алды, тәрбиесін алды. Ол кісінің журналистика факультетін басқарған декандық жылдары біздің тәуелсіздігімізбен тура келді. Міне сол кезде ол кісінің қайраткерлік қыры танылды. Мысалы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің сол кезде халықаралық аренаға шыққан кезі болды. Мысалы, ЮНЕСКО кафедрасының орталық Азияда алғаш рет Қазақстанда ашылуы болды. Ол 1996 жылы Казгуде алғашқы кафедра ашылды, соның ЮНЕСКОның профессоры деген атақ беріліп, Намазалы Омашұлы сол жерде біраз жыл сол кафедраны да басқарды, халықаралық байланысты бір жолға қойды. Әнұран, оның қай елде, қай жерде де абыройы асқақ, рухы үстем. Ал осы әнұранды айтқанда, оң қолымызды жүрек тұсына қойып айтуды алғаш дәстүрге айналдырғанда, Намазалы ағамыз екенін біреу білсе, біреу білмес. Бұл Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 70 жылдық мерейтойы тұсында болды. Сол мерейтойға дайындалып жатқан кезде бізде мынадай бір оқиға болды. Жаңағы ол үлкен шараға елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қатысты. Соған дайындық кезінде жастардың барлығы гимнді кәдімгі жүрегімен айтуы тиіс еді. Ал сонымен бірге сол жерде мынадай рәсім алғаш рет орындалды. Жастар өзінің қолын жүрегіне қойып, бірінші рет сол жерде кәдімгі режиссура, басқару тұрғысынан сондай команда берілді. Ол керемет әсер етті. Нұрсұлтан Әбішұлы содан кейін бұл енді біздің жаңағы әнұран орындалатын рәсімге де енгізілсін деген нұсқау берген екен. Міне соның басында тұрған Намазалы Омашұлы болды. Жұбайы Клара Қамзағызымен де университет қабырғасында жүріп танысады. Басында самбреро, қолында гитара, жіп-жинақы жіптіктей жас жігітті алғаш көргенде, Клара апамыз жақтырмағанын жасырмайды. Алайда жігерлі жігіттің жүректілігі талдырмаш қызды өзіне бауырамай қоймайды. Бүгінде екеуі 3 перзенттен 7 немере сүйіп отырған бақытты отбасы. Біз сөйтіп ағам екеуміз солай журналистика факультетінде қара шаңырақта табысқан болатынбыз. Бұл сөз бір 50 жылдығында келгенде, интервью бергенде газетке былай деп айтты: мен бақытымды журналистикадан таптым деп. Ол сөздің екі мағынасы бар деп өзім түсінем. Әрі өзінің енді өмірлік жарын журналистикадан тапты, өзінің сосын өмірлік бағдарын, кәсібін, нәсібін сол журналистикадан тапты деп ойлаймын. Әкем Намазалы Омашұлына
қазақтың салт дәстүрі бойынша атам мен әжемнің қолында өскендіктен мен ағатай деймін. Кішкентай кезімнен ағатайымның еңбекқорлығына, тәртіптілігіне тәнті болып өстім. Сол кісі сияқты алдыма қойған мақсатымды жетуге тырыстым. Менің және бауырларымның әсіресе кітап оқуға, білім алуға бізді баулыды. Сол кісінің көрсеткен жолындай мен де балаларыма жақсы тәрбие бергім келеді. Аталарындай мықты ғалым болады деген үміттеміз. As for me, my grandfather has always been an exemplary character. He has always been a good figure for who I just want to follow his path in terms of his researcher character, and he is also very self-disciplinary. He really relies on his reason, but he is also has good moral side of him. Apart from his professor character, as a granddaughter, I have seen his benevolent side and his playful side, I can say. Well, we have been to holiday together. We went to Isıkgöl, and he's actually somewhere in the between, who is very serious and reasonable, but at the same time who is very playful, because he can understand the younger generations very well. So I really like him in this case. Біздің фамилиямыз бір, Омашев. Енді бұның да екі ұшы бар, кәдімгі кездеген таяқтың екі ұшы бар сияқты. Бір жағынан өзің қалап тұрмасаң да, өзің айтпасаң да, кейбір жерлерде ортада кішкене бір жеңілдіктер болатын рас, өтірік емес. Өздері сұрайды, өйткені сол ортада, сіз Намазалы Омашевтың інісісің ба, баласысың ба деген сияқты. Ол енді сөздің шыны керек, кейде көмегі тиеді, өзің айтпай жатсаң. Енді бір жағынан бұл үлкен ауыр жауапкершілік негізі. Өйткені сол биікке шығарған фамилияны біздің мақсат одан асырып тастау емес, сол деңгейде сақтап қалсақ, сол бізге үлкен абырой. Елордаға алғашқы көшпен келіп, журналистика мамандығын оқытуды да бастаған Намазалы ағамыз екені мәлім. Алдына ақпарат айдынында жаңа мамандар шығуы қажет деген міндет қойып, сол мақсатқа жұмыс істеді. Бүгінде Астана төрінде қанша ақпарат құралы болса, сондағы сапалы мамандар сол сапыдан шыққаны шындық. Ғалымның ғылыми еңбектері Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар алыс жақын шетелдерде де үлкен резонанс тудырды. Оңай жол болған жоқ, ғылым жолы деген өте жаңағы оқудың өзі инемен құдық қазғандай деп айтады ғой, сондай болды. Одан кейін енді барлығын сондай сатылардан өзінің еңбегімен солай шыққаннан кейін бұл кісіні өзін-өзі дәлелдеді. Ортасында, ғалымдардың ортасында, үлкен ағаларының ортасында. Ол жеке өзінің мүддесі үшін өмір сүрмеген ғалым. Намазалы Омашұлы принципі осындай. Ұлтты білімді етуге қаншама шәкірт тәрбиелеп барын салды. Ұстаз, ғалым, қайраткер ретінде тек қазақ журналистикасының емес, қазақ елінің бір тұлғасы деп ойлаймын. Сөз зергері Зейнолла Қабдолов: әрбір түлеп ұшқан шәкіртім менің төл тума кітабым. Мен жазған кітаптардың ішінде классикасы Намазалы Омашев деген екен. Намазалының сөз саптауы, айналасына көзқарасы, тар дүниені кеңітіп отыратын қасиеті расымен де аға буын ұстаздарынан жұққан тағылымның қайтарымы секілді. Бейнелеп айтқанда, таудың тасып аққан өзенінен тұнық су ішкен Намазалы Омашұлы шәкірттері ұстазым деп мақтана айтатын ұлағатты тұлға. Ол жұрттың бәр жақсы көретін сыйлы азамат. Ғылым саласында өзіндік жолы мен мектебін қалыптастырған көрнекті ғалым. Ендеше өткір сөздің алтын кездігін айналған өз ісінің хас шебері Намазалы ағамызға қажырлы қайрат, мықты денсаулық тілейміз.